Бүкіл әлемге ұлы диктатордың қатыгез ұлтшылдығы белгілі. Алайда Гитлердің не себепті еврейлерді жоюға тырысқанын көп адам біле бермейді. Бұл сұраққа ең нақты жауап оның көп шу тудырған «Менің күресім» атты кітабында берілген. Бұл туынды Адольф Гитлердің еврей халқына деген өшпенділігін шынайы әрі жүйелі түрде сипаттайды. Адамның жан дүниесін, ішкі ойын өзінен артық ешкім түсіндіріп бере алмайды. Жер шарының кез келген түкпірінде, тіпті тарихты ұнатпайтын жасөспірімдердің өзі диктатордың кім екенін біледі. Бұл адам жайлы 10-нан аса фильм түсіріліп, сансыз кітаптар жазылған. Адамдардың Гитлерге деген көзқарасы біркелкі емес. Біреулер оның шешендік шеберлігіне, мақсаткерлігі мен ақылына таңданса, енді біреулер оның қатыгездігімен, менмендігіне ашуланады. Белгілі бір жасқа дейін Адольф еврейлердің басқа ұлттардан ерекше бөлініп қаралатынын мүлде ойламаған. Ол алғаш рет еврей ұлтының өкілімен оқып жүрген кезінде танысады. Гитлер оған басқалар сияқты сақтықпен қарады. Себебі ол бала күдікті түрде үндемейтін, тым тұйық еді. Бірде Адольф Вена қаласының орталық көшесімен серуендеп жүрді. Сол сәтте оның назарын ұзын етекті, өзгеше пішімді кафтан киген бұйра қара шашты бір адам өзіне аударды. Бұл ерекше кейіпкер Гитлерге соншалықты әсер етті. Ол еврейлер туралы көбірек білгісі келді. Әдеттегідей, ол бұл тақырыпты кітап оқудан бастады. Қолына алғаш іліккен басылымдар еврейлерге қарсы бағытталған үнпарақтар болды. Онда еврей ұлтына деген өте жағымсыз көзқарас ашық жазылған еді. Қызығы, бұл үнпарақтарды оқып шыққаннан кейін ұлы диктатор бұл халыққа жасалып жатқан қудалауды әділетсіз деп қабылдады. Себебі ол кезде Гитлер еврейлерді өзге ұлттардан тек дін арқылы ғана ажыратады. Сондықтан иудаизмге деген өшпенділік оған онша түсінікті болмаған. Уақыт өте келе диктатор еврейлер бұл жай ғана діни топ емес, тұтас бір ұлт екенін ұғына бастады. Ол оларды сырт келбеттеріне қарап ажырата алатын болды. Киім киісіне, шаш үлгісіне, жүрісіне, тіпті сөйлеу мәнері мен өзін ұстау әдебіне дейін назар аударатын еді. Уақыт өте келе диктатордың еврей халқына деген ерекше көзқарасы қалыптасты. Ол бұл ұлтты ашық жек көріп, жоюды және ұлттың тазалығын сақтауды мақсат еткен түрлі қудалауларды бастады. Оның ойынша ең жоғарғы нәсіл арийлер, және ол сол нәсілдің өкілі ретінде өзін санады. Ал ұлттар мен нәсілдердің араласуы бүкіл адамзаттың жойылуына алып келеді деп есептеді. Гитлердің түсінігінде арийлер ақ нәсілді, көк көзді, барлық салада жетістікке жеткен ерекше нәсіл. Бұл ұлттың басты қасиеттері жанкештілік пен асқақ идеализм, ал еврей ұлтын ол арийлерге мүлде қарама-қарсы деп санады. Гитлердің ойынша еврейлердің басты ерекшелігі өзімшілдік пен қандай да жағдай болса да аман қалуға ұмтылу. Оның көзқарасында еврейлер әрқашан басқа халықтардың бойына жабысып, өмір сүретін паразиттер іспеттеседі. Диктатордың санасын еврей халқы өмір сүріп жатқан ұлттық құрдымға жетелейді деген ой маза бермеді. Оның түсінігінде Германияның қауіпсіздігі үшін еврейлер бейтарап елдерді антигитлерлік коалицияға қосылуға итермелеп жүрген. Себебі Гитлердің пайымынша бұл мемлекеттерде адамгершілік сезімдерге орын жоқ еді. Ерлі-зайыптылар өздерінің тән қалауларын отбасынан тыс жерде қанағаттандыруға мәжбүр болатын. Сондай-ақ диктатор еврейлер арий тектес жас қыздарды азғыруға ерекше құмар. Сол арқылы елдің моральдық құлдырауына және бүкіл әлемнің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деп сенді. Гитлердің ойынша, егер Германияны жаулап алса, еврейлер біртіндеп бүкіл әлемді өз бақылауына алуға кіріседі. Ал бұл оның ұғымында мүлде жол беруге болмайтын жағдай еді. Себебі тек таңдаулы арий халқы ғана бүкіл адамзаттың басында тұруы тиіс деп есептеді. Адольф үшін марксизм нағыз еврейлік ілім еді. Ол жеке тұлғаның құндылығын жоққа шығаратын көзқарас деп санады. Мұндай идеялардың таралуы бүкіл әлем үшін апат әкеледі деп сенді. Сондықтан да Гитлер бұл зиянды қозғалысты жою үшін барынша күресті. Жеке өшпенділік бұл сезім Гитлерде бұрынғы себептердің негізінде ме? Әлде жылдар бойы Ибрахим ұрпақтарын бақылаудың нәтижесінде өздігінен бе? Қалай болса да қалыптасты. Ол бұл халық өкілдерінің бойынан бір қатар жағымсыз қасиеттерді байқағанын айтады. Соның ішінде ерекше атап өткені лас істермен айналысуы еді. Гитлер еврейлердің түрлі саладағы әрекеттерін зерттей келе, олардың барлық лас істерге қатысы бар деп түйді. Оның көзқарасында олар іріңнің ішінде қозғалатын құрттар мен дернәсілдерге ұқсас еді. Ал мәдениеттегі қызметін еш емделмейтін, тез таралатын дертке тең еді. Екіжүзділік. Адольф өз өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, барлық еврейлерді осындай қасиетке ие деп санады. Оның ойынша, бұл халықтың өкілдері әртүрлі жағдайда өзін әрқалай ұстайды. Тіпті кейде өз сенімдеріне қарсы әрекет етеді. Сондай-ақ ол еврей тектес социал-демократиялық басшылардың
әрекеттері сол қозғалыстың атақты қайраткерлерін масқаралап жатыр деп есептеді. Ал бірбеткей мінезді Гитлер үшін мұндай мінез-құлық мүлде қабылдауға келмейтін еді. Өткір ақыл. Диктатор еврейлерді өте ақылды халық деп мойындаған. Оның пайымынша, олар өз қателіктерінен емес, өзгелердің қателіктерінен сабақ ала білетін. Бұл қабілет мыңдаған жылдар бойы шыңдалған деп санады. Басқалардың даналығы Гитлерде қызғаныш пен ашу туғызды. Себебі ол ерекше жақсы көретін Германияда мұндай жемісті тәсіл қолданылмайтын. Оның ойынша, бұл ел жіберген маңызды қателіктердің бір себебі болды. Өсімқорлық. Еврейлер әдетте Германияда маңызды әрі ықпалды қызметтерді иеленіп отырды. Диктатордың пікірінше, бұл олардың материалдық жағдайының жақсы болуымен тікелей байланысты еді. Гитлердің ойынша, байлыққа қол жеткізу, әділетті немістерді қарызға батыру арқылы, яғни несие беру жолымен жүзеге асқан. Оның түсінігінде өсімқорлықты ойлап тапқан дәл осы еврей халқы. Бұл жүйе оларға орасан зор қаржы қорын жинауға мүмкіндік беріп, нәтижесінде мемлекетке ықпал ететіндей билікке жетуге жол ашты. Кек алу. Бұл себеп нақты дәлелденбеген, тек болжам ғана. Бүгінгі күнге дейін оның шындыққа жанасатыны толық дәлелденген жоқ. Диктатордың өзі бұл туралы өмірбаяндық кітаптарында бір ауыз сөзді айтпаған, ал өзгелердің өміріне үңіліп, кір іздеуді ұнататындар бұл жөнінде бірнеше түрлі жорамалдар келтіріп жүр. Неліктен Гитлерде кек сақтауға себептер болуы мүмкін еді? Диктатордың кекшілдігінің ықтимал себептері ретінде тарихшылар мен зерттеушілер мынадай жорамалдарды алға тартады. Бейнелеу өнері мектебіне түсе алмай қалуы, себебі емтихан қабылдаушы ұстаз еврей ұлтынан болған. Еврей қызы арқылы жыныстық ауру жұқтыруы, анасының қазасы, оны емдеген дәрігер еврей текті, әрі кәсіби тұрғыда шалағай болған. Еврей қаны аралас әкесінің анасына көрсеткен қаталдығы, өзінің еврейлерден тарағаны туралы қауесет, бұл фактіні жасыру үшін әрекет етуі мүмкін. Бұл мәліметтер нақты дәлелденбеген, тек кей зерттеушілер мен биографтардың болжамдары ғана. Дегенмен, осындай жеке себептер Гитлердің еврей халқына деген терең өшпенділігінің бір негізі болуы мүмкін деген көзқарас бар. Осы аталған ықтимал себептердің барлығы кей зерттеушілердің пайымдауынша Гитлердің еврей халқына деген өшпенділігін оятуы мүмкін. Адольф Гитлер бұл ұлтқа қарсы күресін құдіретті жаратушының еркімен жүргізіп жатырмын деп нық сенген. Оның көзқарасында бұл мақсатқа жету үшін барлық мүмкін құралдарды қолдануға болады. Гитлердің шешендік қабілеті мен табандылығы Германия халқының санасына орасан зор ықпал етіп, ел ішінде елеулі нәтижелерге жеткізді. Міне, сондықтан немістер еврейлерді қырып жойды. Дәл осылай деп түсіндірді бұл әрекеттерді диктатор мен оның жақтастары. Қызықты жайт, Гитлер бала кезінен суретші болуды армандаған. Бұл туралы ол әкесіне талай рет айтқан. Алайда әкесі оны мемлекеттік қызметкер болуға итермеледі. Ал Гитлер арманынан неге бас тартты? Себебі ол өмірінің басты мақсаты ретінде Германияны және бүкіл әлемді өз көзімен көрген қауіптен, яғни еврей халқынан құтқаруды таңдады. 1936 жылғы Олимпиада ойындары Берлинде өтті. Ұлы диктатор бұл шараны тағатсыздана күтті. Себебі ол әлемде ари нәсілінің өзге ұлттардан үстем екенін дәлелдегісі келді. Алайда бәрі оның ойлағанындай болмады. Барлық медальдарды неміс спортшылары жеңіп ала алмады. Осы жағдайға көңілі қатты қалған диктатор марапаттау кезінде өзге елдердің жеңімпаздарының ешқайсысының қолын алмаған. 1938 жылы Гитлер Time журналы тарапынан жыл адамы деп танылды. Алайда тарихта алғаш рет бұл атақ берілген жеңімпаздың суреті журнал мұқабасына шыққан жоқ. Айтуларынша, дәл осы диктатор резеңке әйелдің алғашқы прототипін жасауға бастамашы болған. Бұл жоба сарбаздардың жыныстық қажеттіліктерін шетелдік әйелдердің қатысуынсыз өтеу үшін және жұқпалы аурулардың таралуымен күресу мақсатында қолға алынған деседі. Әртүрлі деректерге сүйенсек, Гитлерге 17-ден 50-ге дейін қастандық жасалған, алайда олардың ешбірі сәтті жүзеге аспаған. Біреулер оны жай ғана жолы болған адам десе, енді біреулер қауіп-қатерді алдын ала сезе алатын ерекше қабілеті болды деп есептейді. Диктатордың өте жақсы көретін неміс овчаркасы болған және көбіне оның көңіл күйі мен кей әрекеттері осы иттің мінез-құлқына байланысты өзгеріп отыратын. Құрметті оқырман, сіздердің әрбір басқан үлпілдеріңіз бізді шабыттандырады. Арнаға жазылып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі оқиға сіздің қолдауыңызбен жарық көреді.